мұсылман бауырлар, ағайындар, сіздер менен мына бір ғибратты оқиғамен бөліскім келіп отыр. Әрине бұл оқиғадан үлкен үлгі аларсыздар деген үміттемін. Жалпы күндердің бір күнінде сондай өмірден шаршап кеткен, өмірге деген ешқандай құлшынысы жоқ, алдына қойған ешқандай мақсаты жоқ, өмір бір қиыншылық көре беретін, бір істің басын бастаса, соны аяғына дейін жеткізе алмайтын, өмірі өзінің өміріне шағым айта беретін. Орысша айтқан кезде «В моей жизни пошли черные полоса» дейтін бір кісі ақыл кеңес сұрау үшін данышпан бір дана адамның алдына келеді. Сөйтіп соның алдына келіп барша өзінің шағымын айта бастайды. Яғни менің әйелім бар, менің бала-шағам бар, олар мені еш тыңдамайды, олар мені тыңдағылары келмейді, мен туған-туысқандармен тіл табыса алмаймын, өмірден шаршап кеттім, бір істі бастасам, сол істі аяғына дейін жеткізе алмаймын, мені бәрі жек көріп тұратын сияқты, шаршап кеттім мен, қалай өмір сүремін мен, көмектесіңізші маған дейді. Сөйтіп әлгі кісі сақалын сипап, бұл жігітке жақсылап қарап, жан-жағына қарап бір ой түйеді. Содан кейін оған былай деп айтады: «Ей қарағым» дейді, «90 ауыз сөздің тобықтай түйіні былай болсын» дейді. Сен қазір жан-жағыңа мұқият қарап, қоңыр түсті заттарды есіңе сақтап ал. Одан кейін көзіңді жұм деп айтады. Әлгі жігіт дәл солай жасайды, жан-жағына қарайды, қоңыр түстердің бәрін есіне сақтап, примерно. Одан кейін көзін жұмады. Көзін жұмғаннан кейін әлгі дана кісі оған былай деп айтады: «Ал енді сен маған дейді, жан-жағыңда байқаған сары түстерді айтып берші» дейді. Әлгі жігіт таң қалып, аң-таң болып: «Сіз маған сары түс емес, қоңыр түс деп айттыңыз ғой» дейді. Сөйтіп көзін ашса, шын мәнінде жан-жағында сары түстер көбірек болған екен, қоңыр түстер емес. Бірақ бұл кісі әлгі дана адамның айтуы бойынша қоңыр түстерді ғана есінде сақтап қалады. Сөйтіп дана кісі оған былай деп айтады: «Міне көрдің бе, сенің өміріңде де дәл осылай болып жатыр. Яғни сен тек қана сол нені есіңде сақтағың келеді, нені көргің келерді, соларды ғана сен байқайсың дейді. Сен өміріңде болып жатқан басқа жақсы нәрселерді байқамайсың. Сен сөйтіп үйреніп қалғасын, ол саған әдет болып қалған дейді. Жан-жағыңа жақсылап қарап, жақсы нәрселерді есіңде сақтауды үйрен» деп айтады. Шын мәнінде бұл кісі айтады, шын мәнінде сен аз шүкіршілік қыласың. Сол себепті сен тек қана жаман нәрселерді байқап жүрсің. Сен жан-жағыңа қара, сенің көзің бар, сенің мұрның бар, иіс сезіп тұрған, сенің былжырап маған әңгіме айтып тұрған аузың бар дейді. Сенің қол-аяғың бар, соған шүкіршілік қыл деп, жаңағы дана кісі осылай деп жауап берген екен. Ақиқатында, расында біздің өмірімізде де осы жігіт сияқты, жаңағы шағымданған кісі сияқты адамдар өте көп кездеседі. Олар өмірі жаңағы жігіттің айтқанындай әңгіме айтып жүреді. Мен шаршап кеттім, маған көмек керек, мен өзім таба алмай жүрмін, анау-мынау деген сияқты өте бір сондай негативный әңгімелерді көп айтады. Шын мәнінде оның бәрі неден болып жатыр? Ол адамның аз шүкіршілік қылғанынан, одан кейін жан-жағында басқа болып жатқан плюстарды ол байқамайды. Тек қана уже оған әдет болып қалған жаман нәрселерді байқау, жаңағыдай қиыншылықтарды, минустарды байқау, былайша айтқан кезде. Сондай әдет болып қалғаннан кейін бұл кісілер тек қана өмірінде минустарды көріп жүреді. Оның бәрі, яғни оның ең бірінші себебі ол адамның аз шүкіршілік қылғанынан болады. Аллаху Тағала бізге уәде берген, сол уәдесінің бірінде былай деп айтады: «Егер сендер маған шүкіршілік қылатын болсаңдар, онда мен сендердің шүкіршілік қылғандарыңды арттырамын». Яғни сіз мысалы бар нәрсеге шүкір дейтін болсаңыз, амал жасап, ары-қаратай жаңағында жұмыс мақсат қоятын болсаңыз, Аллаху Тағала сізге айтады: «Сен шүкіршілік қылудың не екенін білмейсің, міне саған ризық деп, ризықты бізге үйе беретін болады». Аллаху Тағала баршамызды сондай шын жүрекпен Аллахқа шүкіршілік қылған, Аллахқа шын жүрекпен иман келтірген, Аллахтан шынайы қорқатын ұрпақтар берсін, және бізді де сондай адамдардың, сондай өзінің құлдарының қатарынан етсін. Аллахқа аманатсыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.